Тәуелсіз Қазақстанның халықаралық жағдайы. Құрметті оқушылар, бұл тақырыпта тәуелсіз Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа енуі мен халықаралық қатынастардағы негізгі бағдарламалары және Қазақстанның геосаяси жағдайы мен 1995 жылы қабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі принциптері мен ерекшеліктеріне тоқталамыз. Қазақстан Республикасы сыртқы саясаттағы нақты қадамдарын тәуелсіздікке қол жеткізген соң, халықаралық дүниежүзілік қауымдастыққа енді. Мәселен, 1991 жылдың соңына дейін Қазақстанның тәуелсіздігін 18 ел танып, 1992 жылы қаңтардың ортасына дейін 30 мемлекет мойындады. Олардың ішінде Түркия, ақш, Қытай, Германия, Пәкістан мемлекеттері. Осылайша тәуелсіздіктің алғашқы жылында елімізді 108 мемлекет танып, оның 70-нің дипломаттық өкілдіктері ел астанасында жұмыс істей бастады. 1992 жылдың 2 наурызында Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше бола отырып, халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге ерекше мән беріліп, бейбітшілікке бағытталған қызметке белсенді түрде қолдау көрсетілді. Осы ұйым негізінде Семей аумағының экологиясы мен экономикалық дамуына қатысты қарар қабылданған болатын. Сондай-ақ 1998 жылы республика Біріккен Ұлттар Ұйымының экономикалық және әлеуметтік кеңесі жанындағы комиссия құрамына кірсе, 1997 жылғы қарашада ЮНЕСКО-ның атқару кеңесінің мүшелігіне қабылданды. Ал 1992 жылы шілдеде Финляндияның астанасы Хельсинкиде Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі кеңестің қорытынды актісіне қол қойылды. Сонымен қатар 1999 жылдың қаңтарынан бастап Алматыда ЕқАО Европа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы орталығы тұрақты жұмыс істей бастаса, ал 2010 жылы осы ұйымға төрағалық етіп, экономикалық ықпалдастықты және қауіпсіздік шараларына қатысты жұмыстарды жүзеге асырды. Демек, Қазақстан Республикасы Азия мен Европаның түйіскен жерінде, Европаны Азия Тынық мұхит өңірімен байланыстыратын геосаяси және стратегиялық тиімді кеңістікті алып жатты. Сондықтан экономикалық және әскери саяси мүдделерді, қауіпсіздікті, егемендікті, аумақтың тұтастығын құрметтеу қағидаларына, шекаралас елдермен тату көршілік қатынас орнатуға тырысты. Сондай-ақ Азияда бейбітшілікті және тұрақтылықты қолдау туралы ұйым құруды ұсынып, қарусыздану және бейбітшілікті қолдау саясатын жүзеге асырды. Мәселен, 1992 жылы Ташкентте Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Белоруссия, Армения, Әзербайжан, Грузия мен Өзбекстан басшылары бас қосып, ұжымдық қауіпсіздік туралы келісімге қол қойылса, мемлекет басшылары және ТМД біріккен қарулы күш бас қолбасшыларынан тұратын кеңес құрылды. 1996 жылы 5 мемлекет Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан әскери салада және шекаралық аудандарда сенім шараларын нығайту туралы келісімге қол қойды. Бұл келісімдер Қытаймен шекара жөніндегі дауды реттеуге негіз болса, 2001 жылғы көктемде бұл келісімге Өзбекстан қосылып, Шанхай ынтымақтастық ұйымы болып құрылды. Қазақстан үшін Түркия, Пәкістан, Үндістан, Иран мемлекеттерімен, сондай-ақ Жапония, Оңтүстік Корея сияқты елдермен қарым-қатынастың маңызы зор. Сонымен қатар тарихи және мәдени игіліктері ортақ. Орта Азияда 1994 жылы экономикалық қауымдастық құрылып, ортақ экономикалық кеңістік туралы шартқа қол қойылды. Қазақстанның геостратегиялық басымдылығы үш бірдей әлеуметтік, экономикалық және әлемдік қатынастардың саяси орталығына негізделді. Олар Солтүстік Америка, бірігу бағытындағы Еуропа және Тынық мұхит аймағына шығу әлдеқайда тиімді болды. Қазақстанның геосаяси жағдайы, отандық өнімдерді дүниежүзілік рынокқа шығару жолдарын іздестіру қажеттігі жан-жақты халықаралық байланыстар орнатуға қосымша негіз болып табылады. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 тамызда жаңа конституциясының қабылдануы
саяси әкімшілік және экономикалық әлеуметтік, сонымен бірге құқықтық реформаларды одан әрі жүргізудің аса қуатты серпіні бола білді. Сондай-ақ Конституция нормаларының арқасында қысқа мерзімде ғана жас мемлекеттің экономикасы мен саясатында ұлтаралық тұрақтылықта аса нәтижелі табыстарға қол жеткізілді. Осы Конституциядан кейін ғана еліміздегі экономикалық реформаларды жүргізуге жарқын жол ашылып, Сенат пен Мәжілістен тұратын қос палаталы кәсіби парламент тұрақты жұмыс істей бастады. Конституцияда мемлекет пен адам құқықтарына шынайы кепілдіктер берілген. Конституцияның маңыздылығы сонда Қазақстанның президенттік республика болып жариялануы болды. Бұл нысан президенттің парламент пен үкіметтің өкілеттіліктерін нақты үйлестіруді көздейді. Іс жүзінде билікті заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөлетін қағиданы жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда бүкіл халық сайлаған президент Конституцияны сақтаудың кепілі бола отырып, биліктің барлық тармақтарының және олардың халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді. Қорыта айтқанда, тәуелсіз жағдайдағы жаңа бағытта Қазақстан дүниежүзінің көптеген елдермен дипломатиялық және экономикалық қарым-қатынас орнатты. Жаңа бағытта айқындауда тарихи маңызы зор міндеттер орындалды. Ол дүниежүзілік аренадан беделді өз орнын алды. Қазақстан шекарасының өн бойында берік халықаралық құқықтық негізге сүйенетін қауіпсіз, тату, достық белдеуі жасалды. Тәуелсіз Қазақстан Республикасына өзіндік сыртқы саясат ұстанымын қалыптастыру қажет болды. Еліміздің сыртқы саясатының негізгі мақсаты тәуелсіз мемлекет есебінде елдің дамуы үшін сыртқы қолайлы жағдайларды қарастыру, қауіпсіздікті сақтау, басқа елдермен саяси және экономикалық қарым-қатынастарға ену.